Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Қош келдіңіздер, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылдамдық, ептілік және топтық бірлікті дамыту жаттығулары, яғни көңілді эстафета. Сабағымыздың мақсаты білім алушылардың қозғалыс белсенділігін арттыру, шапшаңдық, ептілік және ұйымшылдық қабілеттерін дамыту, топпен жұмыс істеу, жеке өзара қолдау мәдениетін қалыптастыру, дене шынықтыруға қызығушылығын арттыру. Сабақ үстінде сақталатын қауіпсіздік талаптары. Мұғалімнің рұқсатынсыз спорттық құралдарда жаттығулар жасамауы тиіс. Спорттық құралдар ылғал болған жағдайда таза шүберекпен сүртілуі қажет. Спорттық жаттығулар жасағанда бір-бірін сақтандыруы қажет. Қиын жаттығуларды мұғалімнің қадағалауымен жасау керек. Оқушылар сабақ үстінде тәртіпті қатаң сақтауы керек. Мұғалімнің тапсырмасынан тыс жаттығуларды жасауға болмайды. Мұғалімнің рұқсатынсыз сабақтан кетуге болмайды. Келеңсіз апаттық жағдайларда сақталатын қауіпсіздік талаптары. Апаттық жағдайда өрт болған кезде мұғалімнің нұсқауымен айқай-шу тудырмай тезірек спорт залдан шығуы қажет. Кенеттен ауырған кезде жаттығуды тоқтатып, мұғалімге хабарлау керек. Оқушы жарақат алып қалса, мұғалімге дереу ескертуі қажет. Сабақ аяқталған кезде сақталатын қауіпсіздік талаптары бар. Олар спорт залдан мұғалімнің рұқсатымен асықпай шығу қажет. Шешінетін бөлмеде спорттық киімдеріңді, оны тек дене тәрбиесі сабағына пайдалануы қажет. Шешінетін бөлмеде заттарыңды ұмытып кетпеу қажет.
осы сабағымызды аяқталды.